Менің барлық подписчиктеріме сәлем. Егер сіз мені тыңдап отырсаңыз, онда сіз өзіңіздің денсаулығыңызды ойлайтын өте керемет жансыз және денсаулығыңызды жақсарту туралы пайдалы ақпарат алғыңыз келетін шығар. Арнамда денсаулықты сақтауға және бай өмір сүруге көмектесетін құнды ақпарат көзіне айналдыруға тырысамын. Біздің бейнелер сіз үшін қызықты және пайдалы болатынына сенімдімін. Сондықтан арнамызға жазылуды және барлық жаңалықтардан хабардар болуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге витаминдер туралы айтқым келіп тұр. Витаминдер бұл адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті маңызды органикалық қосылыстар. Оларды ағзаның өзі синтездемейді, сондықтан оларды тағамнан немесе қоспалардан алу керек. Витаминдер суда еритін және майда еритін болып екі топқа бөлінеді. Суда еритіндерге В дәрумендері мен С дәрумендері жатады. Майда еритіндерге А, Д, Е және К витаминдері жатады. Витаминдер организмде көптеген маңызды функцияларды орындайды. Мысалы, С дәрумені иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Дәрумені сау сүйектер мен тістер үшін өте маңызды. Ал А дәрумені сау көз бен теріге қолдау көрсетеді. Витаминнің жетіспеушілігі әртүрлі аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемаларға әкелуі мүмкін. Мысалы, дәруменнің жетіспеушілігі остеопорозға, ал С витаминінің жетіспеушілігі цинге орысшаға аударсақ скорбут ауруына әкелуі мүмкін. Витаминдердің қажетті мөлшерін тағамнан алуға болады, бірақ тағамнан барлық қажетті дәрумендерді алуға уақыт немесе мүмкіндіктер жеткіліксіз болса, мультивитаминді комплексін қабылдауға жүгінуге болады. Дегенмен кез келген қоспаларды қабылдамас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Есіңізде болсын, витаминдер дәрі емес және жақсы диетаны алмастыра алмайды. Бірақ дұрыс тағамды жеу, дұрыс дәрумендерді қабылдаумен үйлескенде денсаулығыңызды және белсенділікті сақтауға көмектеседі. Салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану және дәрумендердің ағзаңыз үшін маңызы туралы көбірек білгіңіз келсе, онда біздің арнаға жазылыңыз. Біз осы тақырыптарда денсаулықты сақтауға және белсенді өмір сүруге көмектесетін қызықты және пайдалы бейнелерді үнемі жариялап отырамыз. Жаңа бейнелерді жіберіп алмаңыз және дәл қазір біздің арнаға лайк басып тіркеліп алыңыз.